Ағылшын тілінде зат есімнің көпше түрі қалай жасалынады? Ол өте оңай жасалынады. Бар болғаны зат есімге s жалғауы жалғанады. Мысалы, book, books, кітап, кітаптар, яғни сөз соңына s жалғауын жалғаймыз. Келесі, cat, cats, мысық, мысықтар, house, houses, үй, үйлер, file, files, файл, файлдар, яғни компьютердегі файл немесе қағаз салатын файлды айтсақ болады. Girl, girls, қыз, қыздар, computer, computers, компьютер, компьютерлер, table, tables, үстел, үстелдер. Яғни бар болғаны зат есім соңына s жалғауын жалғап шығамыз, сол кезде зат есім көпше түрге алмасады. Бірақ кейде зат есімнің белгілі бір әріптерге бітуіне байланысты s жалғауы бірден емес es немесе ies болып жалғануы мүмкін. Сол кездерді қарап шығайық. Егер зат есім s, x, ч, 2s, ш немесе z әріптеріне немесе дыбыстарына бітетін болса, онда s жалғауы бірден емес es болып жалғанады. Мысалы, бас, buses, автобус, автобустар, tax, taxes, салық, салықтар, box, boxes, қорап, қораптар, match, matches, сіріңке, сіріңкелер, болмаса матч деп те аударуға болады, яғни футбол матчы деп, матч, матчтар деп аударсақ болады. Glass, glasses, стакан, стакандар, brush, brushes, щетка, щеткалар, watch, watches, сағат, сағаттар деп міне көпше түрін осылай жасаймыз. Тағы да сондай ережелердің бірі, егер зат есім o әрпіне бітетін болса, онда әдетте s жалғауы es болып жалғанады. Мысалы, potato, potatoes, картоп, картоптар, tomato, tomatoes, қызанақ, қызанақтар, hero, heroes, батыр, батырлар деп жасаймыз. Әрине бұл заңдылыққа бағынбайтын зат есімдер де бар. Мысалы, мына зат есімдерді қарайық. Бұл зат есімдерде s жалғау es болып жалғанбай бірден жалғана береді. Мысалы, photo, photos, фото, фотолар, piano, pianos, пианино, пианиналар, radio, radios, радио, радиолар, video, videos, видео, видеолар деп жасаймыз. Ал егер зат есім y әрпіне бітетін болса және y әрпінің алдындағы әріп дауыссыз әріп болатын болса, онда көпше түрі былай жасалынады. Яғни y әрпі түсіп қалады да, y әрпінің орнына ies, яғни s жалғауы бірден емес ies болып жалғанады. Мысалы, country, countries, мемлекет, мемлекеттер немесе ел, елдер деп аударуға болады. Baby, babies, бөпе, бөпелер, city, cities, қала, қалалар, puppy, puppies, күшік, күшіктер дейміз. Ал мына сөздерге қарайық, бұл кезде s жалғауы бірден жалғанып тұр. Неге? Өткен себебі y әрпінің алдындағы әріп дауыссыз әріп емес, дауысты әріп. Осындай кездері бұл кәдімгідей s бірден жалғана береді. Boy, boys, бала, балалар, яғни ұл, ұлдар, key, keys, кілт, кілттер, tray, trays, поднос, подностар деп аударуға болады. Яғни y әрпі одан алдыңғы әріп дауыссыз болса, онда көпше түрі ies арқылы жасалынады. Ал егер дауысты әріп болса, онда кәдімгідей s бірден жалғана береді. Үйренетініміз, егер сөз f немесе fi әріптеріне бітетін болса, онда оның көпше түрі былай жасалынады. Wolf, wolves, қасқыр, қасқырлар, яғни f әрпінің орнына v әрпі жазылып барып es жалғау жалғанады. Knife, knives, пышақ, пышақтар, shelf, shelves, сөре, сөрелер деп аударамыз. Ал енді бұл заңдылыққа бағынбайтын сөздер де бар, яғни s жалғауы бірден жалғана беруі мүмкін. Мысалы, roof, roofs, үйдің төбесі, шатыры дегенді білдіреді. Шатыр, шатырлар, proof, proofs, дәлел, дәлелдер, chef, chefs, chef, шефтер деп аударамыз. Яғни ағылшын тілінде зат есімнің көпше түрі s жалғауы арқылы жасалынады, бірақ кейбір сөздерге s жалғауы бірден емес es немесе ies болып жалғануы мүмкін.
Ағылшын тілінде бұл заңдылыққа бағынбайтын бірнеше ғана зат есім бар. Яғни ол зат есімдер s жалғау арқылы жасалынбайды. Енді соларды үйренейік. Man, men, ер, ерлер. Women, women, әйел, әйелдер. Goose, geese, қаз, қаздар. Tooth, teeth, тіс, тістер. Foot, feet, аяқ, аяқтар. Child, children, бала, балалар. Person, people, адам, адамдар. Яғни мына зат есімдерде жалғау болмайды. Бұл зат есімдер көпше түрге алмасқанда міне былай ауысады. S жалғау жалғанбағандықтан бұл зат есімдерді бұрыс зат есімдер деп атайды. Мұндай зат есімдер ағылшын тілінде көп емес, бірнеше ғана. Осылай сөздерді жаттап алу керек. Сөйтіп қолдана беруге болады. Келесі, мына зат есімдерді қарайық. Бұл зат есімдер жекеше түрде де, көпше түрде де бірдей болады. Мысалы, sheep, sheep, қой, қойлар. Series, series, серия, сериялар, яғни киноның сериясы, сериалдың сериясы дегенді білдіреді. Species, species, түр, түрлер, яғни жануардың түрі, өсімдіктің түрін айтқымыз келсе, өсімдіктің бір түрін species, ал көп түрлерінде species деп қолдана беруге болады. Deer, deer, бұғы, бұғылар деп, яғни жекешеде көпше түрге ауысқан кезде бұл сөздер бірдей болатын сөздер. Ағылшын тілінде зат есімнің көпше түрін жасау өте оңай, бар болғаны s жалғау жалғанады, ал кейде кейбір сөздерге s бірден жалғанбай es немесе es болып жалғану мүмкін. Және бұл заңдылыққа мүлдем бағынбайтын ағылшын тілінде бірнеше ғана зат есім бар, оларды да біз үйрендік. Және көпше түрде де, жекеше түрде де бірдей болып қалатын зат есімдердің де бар екенін үйрендік.